Әкім болып қаса дедің. Ел мен жұртым қол соғып қолдап жатыр. Мен де сіздерден жақсылық тосар едім. Алда жалда жармаға әкім болсам, қолымнан бар келгенін жасар едім. Ең бірінші ауданның ортасына Дулат Бабатайұлының атына беріп бір үлкен кітапхана ашар едім. Шаттық тойын төлеуді атамыздың шарғада дәл осылай жасар едім. Шұбартаудың жүздесіп ел жұртымен ол жаққа да бір қазан асар едім. Және тағы ең үлкен бір арманым, қиялым осы болып тұр, аса менің тақтайдай жол салдырып Арасанға сол жерде туристерді тосар едім. Бюджетті экспоның шарына емес, шарды гүлдендіруге шашар едім. Келгенде жақсылыққа жаршымендей, ұсыныс айтты Дидар әншімендей. Жармаға әкім қылған өзіңсің ғой, құрметтеп есіктегі жалшы көрмей, осы жерден айтысты аяқтай сал, жарманың әкіміне қарсы келмейді. Сақилыққа болатын қолы қысқа, жаманмен жол ортада жолы қыспа. Жаныңда ержан дейтін жақсы дос бар, бір басы кенелді ғой бағырысқа. Кеше кешкен бір концерт көрдік дейсің, бір емес мың концерт бар, жаның ыспа. Аман жол басшы болып Қалбатаудың мәдениеті кенелді бағырысқа. Бізді де қандай қылып күтіп жатыр, қас-қабағы ұқсамай толы қысқа. Сіздерге басым дейіп алғыс айтам, бұл деген жақсылықтың жолы нұсқа. Ақындар құрмет көру заңдылық қой, ақынның атындағы обылыс табай. Біз айтыс жасайықшы тағы таза, болсыншы шаппа-шаптың заңы таза. Молда десең айтты, өзің айтып, аузыңнан шығып тұр тағы таза. Моншада тазарып ал деп жатырсың, болған соң сыйластықтың жолы таза. Бір рудан 17 ақын туған, бұл өлкенің білесің қаны таза. Зередей әжеміздің жолын қуған, қыздарының аққардай ары таза. Жармаға кеп табаны